Сәлеметсіңдер ме балалар, математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы 3-3-тен комбинациялар нұсқасы. Бүгінгі сабақта қоршаған орта заттарының 3-3-тен комбинация нұсқаларын құрастыруды үйренесің. Комбинация деген не, есімізге түсіріп алайық. Комбинация дегеніміз қандай да бір шарт бойынша топтастыру. Яғни, заттардың орнын алмастыруға, оларды әртүрлі тәсілмен таңдап, топтастыруға, жинақтауға болады. Бүгін заттарды араластырып, комбинация құрап үйренеміз. Сенің алдыңда алма, алмұрт, банан тұр. Дана таңғы асқа алма жемекші болды. Түскі асқа алмұрт, кешкі асқа банан. Енді Данаға осы жемістерді жеудің басқа нұсқасын сынайық. Мысалы, таңғы асқа алмұрт, түскі асқа алма, кешкі асқа банан. Немесе таңғы асқа банан, түскі асқа алма, кешкі асқа алмұрт. Қалай ойлайсың, осы жемістерді асқа пайдаланудың басқа нұсқалары бар ма? Дұрыс, бар. Тағы қалай қолданса болады? Қарастырып көрейік. Басқа нұсқалары жоқ. Таңғы асқа алманы неше рет қолдандық? Назар аудар. Дұрыс, 2 рет. Түскі асқа алманы неше рет қолдандық? Дұрыс, 2 рет. Кешкі асқа алманы неше рет қолдандық? Дұрыс, 2 рет. Енді алмұрттарды қарап шығайық. Банандарды қарап шығайық. Біз 3 түрлі заттардың 3-3-тен комбинациясының нұсқаларын құрастырдық. Бұндай нұсқалар 6. Оқулықтағы бірінші есепке қараймыз. Себетте қызыл және көк алмалар бар. Егер 2 алма алынса, олар қандай түсті болуы мүмкін? Егер 3 алма алынса ше? Ең алдымен 2 алманы қарастырып көрейік. Егер 2 алма алынса, онда біз мынадай комбинация нұсқаларын құрастыра аламыз. 2 қызыл алма, 2 көк алма, 1 қызыл, 1 көк алма. Балалар, сонда бізде 3 комбинация шықты. Егер де 3 алма алынса, онда 3 қызыл түсті, 3 көк түсті, 2 қызыл, 1 көк алма, 1 қызыл, 2 көк алма. Яғни, бізде 4 комбинация нұсқалары шығады. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Себетте қызыл, көк, сары алмалар бар. Егер 3 алма алынса, олар қандай түсті алма болуы мүмкін? Осындай түстегі дөңгелек заттарды алып, барлық мүмкін нұсқаларды қой. Балалар, ал енді 3-3-тен комбинация нұсқаларын құрастырып көрелік. 3 қызыл түсті алма, 3 сары түсті алма, 3 көк түсті алма, 2 сары, 1 қызыл түсті алма, 1 сары, 2 көк түсті алма, 1 сары, 1 қызыл, 1 көк түсті алма, 2 көк, 1 қызыл түсті алма, 2 қызыл, 1 көк түсті алма,
бір сары, екі қызыл түсті алма, екі сары, бір көк түсті алма. Балалар, сонда бізде 10 комбинация шығады екен. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Екінші есеп. Қазақстанда гүлдің түрі көп. Гүл өсірушіде 10 қызғалдақ бар. 3 сары, 5 қызыл, 2 қызғылт сары. Гүл өсіруші 3 қызғалдақтан тұратын қандай әртүрлі гүл шоқтарын құрастыра алатынын суреттеп көрсет. Ойланып көрейікші, гүл өсіруші қандай нұсқада алуы мүмкін? Қарастырайық. Ең алдымен бір сары, бір қызыл, бір қызғылт сары қызғалдақ. 3 сары қызғалдақ, 3 қызыл қызғалдақ, 2 қызыл, 1 қызғылт сары қызғалдақ, 2 қызыл, 1 сары қызғалдақ, 1 қызыл, 2 сары қызғалдақ, 2 қызыл, 2 сары, 1 қызыл қызғалдақ, 2 қызғылт сары, 1 сары қызғалдақ, 2 қызғылт сары, 1 қызыл қызғалдақ. Балалар, сонда гүл өсіруші 3-3-тен 9 комбинация нұсқаларын құрастыра алады екен. Гүл өсіруші 3-3-тен 9 комбинация гүл шоқтарын құрастыра алады екен. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Үшінші есеп. Есептерді шығарамыз. А нұсқасы. Саябаққа 15 қайын және 24 жөке ағаш отырғызылды. Оның 13-і суғарылды. Суғарылмаған неше ағаш қалды? Ең алдымен есептің қысқаша шартын құрастырып көрейік. Қайын ағашы 15, жөке ағашы 24, суғарылды 13. Не белгісіз бопты, яғни суғарылмаған неше ағаш екенін табу қажет. Есептің шешуі. Қайын ағашы мен жөке ағашын қосып, яғни 14, 15 пен 24-тің қосындысынан суғарылғанын азайтамыз. Бұл жерде суғарылған 13 ағаш. 15 пен 24-тің қосындысын 13-тен азайтамыз. 26 шығады. Яғни жауабы суғарылмаған 26 ағаш қалды. Есеп түсінікті болған шығар. Келесі А нұсқасына назар аударамыз. Оқушылар сарайының алдында отырғызу үшін 55 көшет сатып алынды. Оқушылар 12 шырша мен 20 қайынды отырғызды. Қалғанын жолдың жағасына отырғызды. Оқушылар жолдың жағасына неше ағаш отырғызылды? Есептің қысқаша шартын құрастырайық. Сатып алынды 55 көшет. Отырғызылды. Не отырғызылды? Нешеу, яғни шырша 12, қайын 20. Не белгісіз? Оқушылар жолдың жағасында неше ағаш отырғызғаны белгісіз. Есептің шешуі. Яғни сатып алынған 55 көшеттен 12 шырша мен 20 қайынның қосындысын азайтамыз. Бізде оқушылар жолдың жағасында 23 ағаш отырғызылғаны белгілі болды. Балалар, есеп түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.